Сәлем достар, сіздермен бүгін кобра немесе аджига салатын рецептімен бөлісемін. Салатты жасамас бұрын каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізге қажетті заттар: ащы бұрыш, қызанақ, тәтті бұрыш, сарымсақ, қант, тұз және уксус қажет. Тәтті бұрышты ет тартқыштан өткізіп аламыз. 5 литрлік кастрюлеміздің ішінен ет тартқыштан өткізілген қызанағымызды, тәтті бұрышымызды, ащы бұрышымызды және сарымсақты салып шығамыз. Қоспаларымызды жақсылап араластырып шығамыз. Бір қайнаған соң ішіне қантымызды, тұзымызды және уксусымызды құйып шығамыз. 30 минуттан кейін плитамызды өшіріп, дайын болған салатымызды стерленген банкаларға салып шығамыз. Бетін қақпақпен жауып шығамыз. Бір күнге аударып қойсақ болады. Қыздар, рецептім ұнаса, каналыма тіркеліп, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Менімен болған үшін рахмет.